Жақсы. Саламатсыздар, құрметті халқым. Бүгінгі эфирді енді таратпасаңыздар енді білмеймін. Бұл керемет енді. Қысқасы Оразаға Айгүл апай былтыр 8 айдың 9-ы оқып кеткен. Бұл кісі өте ауыр науқас болып келген. Енді қазір бәрін өзі аузынан естиміз. Міне тура 1 жылдан асып кетті, иә? Бір жылда мына кісі 20 килограмм тастаған, мына кісі 20 килограмм тастаған. Бұл кісі бауыр рак деп диагноз қойып келген. Сосын бізден оқып алып, жазып кетіп, өзінің ауылында бұлай адам емдеп тастаған ғой. Қандай нәтижелер, мен деген прям толқып отыр, қуанып. Міне қазақты сақтау, қазақтың денсаулығын нығайту, қазақтың болашағы үшін істеп жатқан жұмысымыздың нәтижесі. Біз күресе алмаймыз, бірақ сақтана аламыз. Енді не айтып отырғанды өздеріңіз білесіздер. Қысқасы кеттік. Ең басынан бастайық. Мына кісі неден ауырып келді, одан бізге келіп қандай нәтижемен келді, одан бізден кеткеннен кейін қанша уақытта айықты, одан қандай ауруларды емдеді, өзінің қызын қалай, арасында қандай нәтижелер, өте ауыр науқас дегенде қандай, одан арасында неше түрлі қызықтар болған екен. Соның бәрін сіздерге бөлсек. Қазір мына кісі өзімді 3-4 айдан кейін сап-сау сезіндім дейді. Бұл кісі қайтадан барып анализ тапсырып, менің бауырым дұрысталды ма, дұрысталған жоқ па деп ешқашан барған жоқ. Неге? Өйткені өзін тыңдады. Алғаш келгенде бірінші күн әрине сабақ бойынша түсінбек дейді, артынан кейін ақырын түсіндік дейді. Айгүл, мен есімде бұйра басында кішкентай қызымыз бар. Жақсы, ондай болса бастайық. Оразаға Айгүл апай, сіз айтасыз ба, неден ауырдыңыз? Алғаш ауру неден басталды? Қалай сезіндіңіз өзіңізді? Сосын қай жерге барып ем іздедіңіз, қандай ем алдыңыз? Айта ғой. Айгүл айта берсін. Бізде негізі ауырғанда майдың басында басталды, негізі ауруымыз. Давление көтерілгеннен басталды. Давление көтерілді, давление көтерілді. Одан өзіміздің немізде бір аптада емделдік. Одан жазылмадық. Сосын қайта Шымкентке барып емделдік. Шымкентте Орынбаеваға бардық. Ол жерде 11 күн жаттық. 11 күнде қанша дәріштіңіз? Күндігіне 35 мың теңгеден беріп отырдық. Өзіме 7,5 теңгеден қараушыға. Оған 35 мыңнан сөйтіп 11 күн емделдік. Ол жерде қандай ем жүргізді? Ол жерде емнің бәрі антибиотиктер берді. Тек қана антибиотик. Бірінші олар айтпақшы, жүректен болып тұр бұл деп емдеді. Жүректеріңізден көтерілді ғой. 5 күн жүрек емдеді. Одан кейін 5 күннен кейін олар бірденнен қатты давление 180-нен асып кетті. Сөйтіп олар айтты, жоқ, бүйректен екен деді. Бүйрегін емдейді деп қайта системамен нелер қосты. Антибиотиктер қосты. Системамен неден жамбастан жүреді. Бәрі антибиотикті қосты да ливоникон соларды салды. Сөйтті да олар сөйтіп 6 күн емдедік тағы қосымша. Енді біз негізі ол жерде 5-6 күн жатамыз деп кеткенбіз. Қосымша тағы 6 күн жатты, 11 күн жаттық. Сөйтіп 11 күннен кейін үйімізге шықтық. Түнде көп дәрісі бар, бәрін сатып алдық. Уақытымен ішетін таң бар, әдет бар, кеш бар, түн бар. Бәрін регулярно сағат 6-ма 6-5 ішіп алады. Сөйтіп жүрдік дағы ол. Сөйтіп жүргенде бір 10 шақты күнде қайтып ауырдық. Қайтадан ауырып мазасы кете бастады. Сөйтіп жүрдік та біз Ташкентке бардық. Ташкентке барып, Ташкенттегілер КТ-ға түспепсіздер ғой сіздер. Тамырмен қарайтын аға екен, тамыр тұстатты, сіздер асқазаннан деді. Тура айтты. Бекер келдік деді бұл. Асқазаннан деп тұрған емес деді. Асқазаннан сіздер деді. Негізі бұл проблемасы давление көтерілу. Бірақ дәрігерлер түсірамады. Сөйтіп та асқазанға КТ-ға барып түсіріңіздер деді. КТ-ны түсіріп, олар сразу сол жерде рак печень деп берді. Рак печень? Ташкентте? Ол деді, ол жерде негізі ұйқы безіңіз құртылған деді. Бұл о бастамасы ұйқы безден болған деді. Ұйқы бездеріңіз сіздер бірінші құртылған деді. Соны сіздер 2 рет ем алып деді, нагрузка болып, интоксикация болып, отравление, лекарственное отравление алғастар сіздер. Қайта сөйтіп печень құрған. Сіздер хорошо что деді, арақ ішпейді, темекі шекпейді, организм таза болған деді. Содан аман қапсыздар. Андай отравление деген 34 түрлі дәрі сатып берген бізге. Соның бәрін ішіп жүрдіңіздер? Уколы бар, басқасы бар, бәрін іштік қой. Ташкентке барғанда печень бар. Ташкенттің врачы қайта бізге айтты, не деп,
бұл деді дәріден болған негізі рак печень деп қорқып кетпеңіз деді. Жүргізушілер мына кісіні кіргізіп жіберді, маған көрсетті. Бұл негізі отравление, интоксикациялық бауыр ірітіп тұр деді, дәрі ірітіп тұр оны деді. Сіздер қолдан рак печень деп ойлап қалмаңыз деді. Бұл қойылған диагноз ғана деді. Енді бұны емдеуге болады деді. Қанша жүреміз деді, 1 жылдай жүрсеңдер емделеді деді. Бірақ ол жерде біз 1 ай жүрдік, 3 күн Ташкент боламыз, 4 күн үйде боламыз. Солай емделіп жүрдік. Сосын олар дарып жіберіңіздер, чай, тек дарып жеңіздер. Сіздер Түркістаннан Ташкентке барып тұрсыз? Иә, барып тұрамыз. Жақындаймыз ғой, 3 күн мұнда, 4 күн мұнда сөйтіп. Бір жерде қандай ем жүргізеді? Тоже система салады? Система салады, содан кейін. Шөп дәрілер береді? Шөп дәрі берді. Бір шөп дәріміз бар. И то ол неден істелінген жаңа кукурузный бірдеңе. Кукуруза тағы бірдеңе. Сөйтіп хижама жасайды, системамыз бүйтіп. Өлтіріп қарып жейміз. Өлтіріп қарып жейміз жаңа. Фруктыйды қатты жейміз. Сөйтеміз, жеп аламыз дағы сонымен әлсіреміз. Әлсіресіз ғой? Әлсіресіз ғой, әлсіреміз. Сөйтеміз енді бияқа, сонымен бияқа азғандаймыз Айнұр ханым. Сіздер ол кезде біз туралы білесіздер? Жеңгем келген негізі. Алматыда тұрғанда сіздер. Сосын жеңгем қоймады. Барсаңыз. Ол кісі бізден ем алып жазған. Ем алған. Сөйтіп Айнұр ханымға звондап июльдің аяғы бұл кісі 9 октябрьге жазылсаңыздар консультацияға. 7 айдың аяғы науқас хабарласа, бізде орын жоқ. Неге? Лекцияға да. Сөйтіп 10 айдың 9-ына жазады. Сіздер оған қарамастан 8 айда келіп аласыздар. Біз өзіміз ауыр науқаспыз. Сөйтіп зорға жүрсіздер. Зорға жүрсіз. 3-4 күніміз қарызды жеп зорға жүрміз. Сөйтіп екеуміз ақылдасып қоямыз. Әке тәте көке деп жүр. Кіріп кетіңіздер. Сөйтіп кіріп кетіңіздер. Сол сөйтіп бір кезде бұнда келіп Айнұр ханым шошып кеткен, неге әкелесіз дейді. Мынандай ауыр науқас неге келеді? Жолда өліп қалса не істейсің? Неге әкелесіз десе, келтіп қойдым жа мен. Сен жөндеп түсіндіріп айтпайсың ба? Ауырған соң келтіп кетті. Былай қарап ұрыстан. Сен жөндеп түсіндіріп айтпайсың ба? Как-то по пути деген сияқты деп. Сөйтсек, не істейміз деп қоямыз бір кезде. Енді көресіздер, 3 күн барады, тамақтарын түзеп беріңіздер, маңдайына дұрыс ұйықтап. Қысқасы сөйтіп менің көмекшім айтып білесіздер ғой. Ол кісі айтты, сіздер тамақтарыңызды дұрыстаңдап, кішкене әлбат жинап келіңіз деп шамасы сөйтіп жіберген. Сөйтсе бұл кісілерге қарбыз тоқтатыңдар, чеки салат жеу тоқтатыңдар, басқа фруктын жемеңіздер, қойдың сорпасын ішіңіздер, аяқты ыстық суға салып, жаттығу жасап, ерте ұйықтап, кішкене сөйтіп келin. Енді ол кезде күн жылы ғой. Сөйтіп келіңіздер деп 3 күн кішкене нұсқау беріп жіберсе, бұл кісілер бірге бір орта 3 күннен кейін қайтып келсе, басқаша адам болып келген ғой. Жаңа сүттерге етіп, жақсы болды. Сөйтіп Айгүл қайтадан қабылдапты бұл кісілер. Бұл кісі таң қалды, болды, тамақтар екен деді. Біз деп қоямыз. Бұл ауыл тамақтан құрбатсыздар сіздер деді. Деп қоя, сөйтіп жаңа сонымен Осы жерге кеттік. Осы жерге елге кірген жоқпыз, сабақ басталды бірден. Сабақта бірден келді. Енді кірдім жаққа. Қарым-қараңға. Сонымен енді біз жүгіріп келеміз, қабылдаймады. Егер келген адам қабылдамай ары кетіңдер дейсіз ғой сіз. Соңынан қаламыз жаңа. Жүгіріп келеміз, қабылдамай қоймыз, қайттан кетеміз. Сөйтіп жақындай береміз, не қыламыз, қабылдамай қойса дейміз ғой. Сөйтіп өтініш осында қабылдаңызшы, біз ауырып тұрып деп. Болды, сіздер неге қабылдамайсыздар? Мен сізге бір қарағанда дәріден уланғансыздар. Сол жерде отыр, сіздің де қалай сіз қатысыңыз, сіздер оқыңыздар мақұл дедіңіз сіз. Қуанып кеттік оқуға. Енді екеуміз айтамыз, жаңа емге қабылдайтын солай айтайық деп. Бір кезде емге қабылдайық, емге алсыншы біз десек, орын көп қой. Ол кезде де. Адам өте көп. Адам өте көп. Мақұл деп қабылдаса, мына жерде бір апам, Ақтаудың апасы ма, айқайлап, сендерді қабылдай, мен неге қабылдамай? Мен қабылдамай қойды, сендер неге қабылдайды деп. Деп қойды. Мен сол біздің нәрсін түріне қарап айтсын ғой, ешқандай пешенрак емессіз, сіз дәріден уланғансыз. Әлі есімде сол. Сөйтіп тұрып та сонымен емдедік те қабылдандық, сабақты да оқыдық, лекцияны да тыңдадық. Бірақ та бізден кеткенде дәрінің бәрін үзіп, әжептәуір нәтиже көріп қайтқансыздар, иә? Содан үйге ауылға барғаннан кейін сіз мына кісіні тағы 3-4 ай емдедіңіз. 5 ай емдедім. 5 ай. 4 айдан негізі нақты жазылды. Бұны оразың обостремесін көрсеңіз, бүйрек обостремесі. Айтпақшы бұл кісі қарбыз жегеннен тілі әппақ болып кеткен. Содан біз енді іші мұздай ғой. Біз барып ыстық ем беріп бергенде ыстық пен су екеуі тоқысады да аузына ұшықтап тілдері қып-қызыл болып кетеді. Ол бізде неше түрлі пациенттердің басынан өткен ол. Іші химия алған дәріні көп ішкен адамдар ем ішкен кезде кері реакция береді, тілі деген ісіп сөйтіп неше күн аузымызға сыймай жүрдік білдіңіз, иә?
бір ай дегенде кетті ғой тіл. бір ай деген бір ай дегенде кетті дейді. тілі әдемі болсын бір айдың ішінде. Үйге барғаннан дәл емдей беріңіздер. Иә, Сол тілі аузына сыймай ашып жүрген кезде сіздер тамақты қалай ішіп жүрдіңіздер? жақсы негізі. Былай тәбеті жақсы. Тәбеті жақсы болды. Тәбеті жақсы. Одан кейін киім алдық қой жаңағы. Киім алайықшы деп сөйтсек өзі аяқ киім бір ай болған кезде ғой. Аяқ киімді киіп деп өзі ойланады ғой. Алмай қойсам да болады, кимейтін шығармын дейді ғой жаңағы. Иә. Кие алмайтын да шығармын. Ана информация рак деген тұр ғой мида. Сосын бұл кісі мен бәрібір өлетін шығармын бұл аяқты. Не үшін алдым? Мүмкін кимейтін шығармын деп ойлап. Иә, сөйтіп ойлаған ғой, кимейтін де шығармын деп. Сөйтіп өзіміз жаңағы күнге менің көрсеңіз қол деген жасайын деп. Қан. Неміздің бәрі ұзыннан қан болады жасайын деп. Мен алғашқы осы массаж үйренген кезде таңнан кеш батқанша 10 шарам жасайтын. Сол кезде жауапкершілік қой, қайтсем дейін деп шығайын деп. Ауыздар тынбайды, шынтақтар тынбайды. Сөйтіп менің менде шынтағым ана холодильница салам ғой, апа холодильница. Соны ана мойын омыртқадан бел омыртқа дейін қып-қызыл қамып қалды. Тура сондай басымыздан кештіңіз, иә? Сонда да басам ғой, көш кетіп қалады. Маған еңбек жағып қоямын, ұзай ашып. Тілден ағыстырып берді. Сосын қандай ағыстырып берді? Сосын жаңағы ұйқы безінен асқазанның точкасынан сосын бүйрегін аласыз. Ұйқы безінен асқазанның точкасын көрсеңіз, бүдір жасай алмаймын анаған. Орасынан жай басайшы десем, бас қатты дейді ғой. Анау деген бұтырмайды. Сол жер теп-тегіс болды ғой. Оның бәрі сабақ тыңдағанның арқасы. Бұл кісі сабақ тыңдамаса, бұл логиканы терең түсінбесе жазылмайды. Иә, бізге одан кейін бізге қызық болды. Бір неміздің бір кісі емделді. Минимумсы тауып қапты. Соның бір туған жеңгесі келді. Түркістанда тұрады, біз Түркістаннан бері тұрамыз бір жарты сағаттық жер. Сол жақтан келді, қызы Москвадан келді, ұшып келді. Ұшып алып кетті. Мамам осындай яичниктен рак болды деп. Соны метастаза тастап қойған көк бауырға қарай. Соны емдетсек қалай болады деп. Бұл болады. Молодец, е! Ұстаздан оқушы олса. Сонда менің қандай ғой өз жерде мен өзім сенімдім ғой өзім. Мен бәрін сеніп кететінде. Егер мен сенімсіз болса, апай мен сіздің рағыңызды қалай емдеп беремін деймін ғой. Мен қорқып тұрмын деп ше. Бұл келіңіз, емдейміз. Тек не қылсаңыз болды. Сен. 15 жыл артриті бар, 15 жыл несі бар, сахары бар, 13 жыл артриті бар. Жаңа кісінің. Яичнигі, оған айттым. Әпше дедім, 13 жылдық артритіңізден 15 жылдық сахарыңыз кетеді, мұна ауруыңыз тағы кетеді, бүкіл ауруыңыз кетіп қалады деймді. Ал сіз қазір операцияға барсаң, тек сол жеріңізді ақ тастайсыз. Үйде сіздің ішіңіздің бәрі ұзай қазір суықтап тұр. Артритке қанша емдедіңіз болсын? 13 күнде күйеуі көнбей қойды. Күйеуі? Жаңа кіргізбеді ғой, жаңағынан бастап тұр. Кіргізіңізші күйеуіңіз лекция тыңдасын. Кіргізіңізші ішке тыңдаса, шамалы не береді. Қызы тыңдап, қалыптым, әпше болды. Сендім сіздерге деді ғой. Емдеңізші мамамды. Сіздерге сеніп тұрмын деп. Енді күйеуін шақырсақ, вообще кірмейді. Ішке кірмейді. Кіргізе салшы өтіріп, папамды алып келші десем, папам вообще мұндай тыңдамайды. Сөйтсе папасы айтыпты, мен неге не дайындап қойдым деп. Бірақ ол кісіге ыстықты қойып қалған кезде, болды осы мен емделемін деді. Қараңыз, сосын қызыңызды қалай емдеп алдыңыз айтты? Қызым, өзімнің қызым симфизит болды. Симфизит болды да босанған кезде, оған айтып босандым ба, тез босанған кезде адам несі организмі не болып тұрады, дайын болып емдеуге ашық болып. Тез келді, оны күйеуі алып келді, оны емдеді үйде. Симфизитін. Симфизит деген қандай симптом? Симфизит деген бел ғой, негіз белден береді. Бұны операциямен алды баланы. Өйткені бұл ол наркоз алды ғой белден. Иә, белден наркоздан болмаған, негіз о бастағы симфизиті бар өзінің. 1 сантиметрдей уже ашылып тұр ғой. Сүйектің ашылуы. Екі жамбасының неге қосылғандағы ше, соның құйымшақтың ашылуы. Сода 1 сантиметрдей ашылуы. Қайта орнына түспей тұр ғой. Иә, соған тез жұмсақ кезде қатып қалмай тұрып, істейіп соған тез келді. Ол Алматыдан қанша уақыт емдедіңіз? 10 күнде емдеді. Одан қызыңыз жаңағы балқыннан қанша алды? Васкулит болды бір қызым. Васкулит, иә, кәдімгі васкулит ауру. Қыздар біздің ауруымыз ғой. Бір қыз васкулит, бір қыз симфизит. Васкулитті врачтар не береді дедіңіз? Васкулитті врачтар негізі емі жоқ депті. Аяғыңызды көтеріп қойып, тек қана больницада жатасыз деп больницаға даже астыңнан дәрет аласыз. Өзіңіздің больницаңызға барыңыз, әзір қимылдатпай тұрсын,
дәрет алып не қылып ана астыңыздан дәретті астыңыздан алып кетсін андай қылып тұрмаңыз деген ғой, орныңыздан тұрсаңыз болмайды. Сондай қылып не қылған олар. Сөйтіп осындай дәрілер қабылдап тезек неде жатасың. Саған больницада жақсы. Сөйтіп сіз қалай емдедіңіз? Сөйтіп оған кел дедік. Не қайтып емделемін деді. Ол келіп көресің, өстіп емдейміз, бәрін істейсің, бірақ бәрін қоясың. Қатты билеп жүресің, дағы секір упражнение жаттығын бәрін жасап жазбасын оған. Жүрмегеніне істеймін да мен. Қанша күн емдедіңіз? 16 күн. Онда кетіп қалды. 16 күнде кетіп қалды. Одан не қандай ауылдар? Зоб емдедіңіз? 14 жылғы зоб емдедім. 14 жыл зоб. О, тұншығатын ол апай. Сосын дәрісін тастамайды. Bir күн айтады, дәрісіңізді тастайсаңыз ол дәріні сізге керек емес десе, бір күн тұншығатын шығарым дейді. Жоқ, қанша тұншықпайсыз. Қанша күнде тастады дәрісін? Дәрісін ол негізі ол 14 күн емделді. Сосын дәрісін 14 күннен кейін қолын сындырып алды ол кісі. Сөйтіп 65 күннен кейін тағы келді. Сөйтті де қолын емдеді. Қолы вообще қимылдамайды. Екінші аяғынан зақым апты осы аяғынан. Зақым апты, аяғы да қимылдамайды. Оның аяғына жасады, қолына жасады. 5 күн ем алды ол кезде. Екеуіңіз бір емдеп жүрсіздер? Иә, екеуіміз. Сосын тағы қандай ауыл? Бізге келген көбі гайморит, одан әсіресе мына аяқ проблемасы. Одан сақыр емдедік. Бізде жүре ме ба, жоқ дәрі қабылдап жүрме ба? Сақыр. Сақыр, ежелден емес дәрі қабылдап. Дәрі қабылдағаннан бәрі аяға, иә. Одан кейін мына аяқтан жүре қалғанда көп аяқ ұстаған. Иә, сидаричный да, кеше мысалы. Мына кісі жай теория тыңдаған. Мына кісі теория тыңдап практикасын оқып алған. Сөйтіп жолдасын 4-5 айда емдеп алады да, жолдасы мына кісінің оқығаннан енді нүктені қалай жасауды үйреніп алған ғой. Сөйтіп екеуі қосылып қанша қазақ емдеп тастаған. Ойлаңыздаршы, мен жүрегім жарылайын отыр. Қуанып отырмын. Кереметсіздер ғой, молодец. Одан кейін рас айтпақшы, бұл емнің барысында апасының жерлері бар. Bir bala aşk kısak gitti, ağır 3 gün tamam işpegen, o işler geldi, jasa kelip жүрген ана бала қалып қапты. Сонда үйінде фельдшер отырыпты мына кісінің, фельдшер туысқаны. Сол фельдшер, ойбай, не бар, бірдеңе алып келіп қарайын десе, бұл кісі, ей, керек емес деп, жаңағы нүктесін түртіп жіберіп, емдеп қайтадан түртіп алған ғой. Жақсы болды. Сосын бұл кісі мамасына звондапты, неге, не болды мына бала әзір ашық қосақ жіберген, 3 күн тамақ ішпеген ғой. Сол бұл кісі мамасына ұрсыпты, әй, бұл массаж 1,5 сағат жасалады, жесткий массаж. Қалай сендер ашық қосақ жібересіңдер баланы деп ұрсып әйтеуір ана баланы емдеп ол кезде дәрігер сол кезде скорыйдағы істейтін жаңағы туысқанымыз келіп қалды. Сөйтіп маған айтады ғой, давление өлшейтін деп қояды ғой. Сөйтіп давлениесін өлшейді, ой, керек емес давление өлшейтін. Сөйтсе айтады ғой маған біткеннен кейін бала жазылып болғаннан кеше де кездесіп қалдық олар. Мықтысың, қорықпайсың иә? Мен болсам скорыйдың адамы кесе-кесе деп шақыра берді дейді ғой. Мықтысың, қорықпайсың деп. Мен айтамын, сіздерге сәйкес келмейді ғой бізге дейді. Рас қой? оның давлениесін өлшемей не істейміз? Дәрі беру керек. Рас қой? Сол айтамын да, біз өзімізге айтамыз да, скорый помощь өзіміздің нәрсемізді үйреткен мысалы. Бізде қаншадан емдеген, бәрі айтады ғой, түнде скорый помощь бола алмайсыздар ма дейді ғой. Скорый помощь шақырсақ дейді, мен түсінбеген бізге. Иә, әбет кезі кешіңіз. Әбет кезі бір кісі келді Қызылордадан, аты кім келді бар ма? Орақ деген аға келді. Құда, Бекзат деген өге отыр. Ол 30-ға шамасы жетпеген бала ғой деймін. В общем, мына түйілген. Осыны айта кетейінші, түйілген, сосын барып тексерілсе, айта бірдеңе бар сияқты деп. Сосын жаңағы ішіне шлангы тексерсе, рак деп диагноз қойып берді. Енді ана рак тестігенен қорқады ғой. Сосын оны жаңағы лучше жасапты. Лучше жасап, үйге барғаннан кейін опять қайта ауырды, жазылмайды ғой. Нәтижемен көрсеткен нәтиже шықпайды ғой, қайта ауырғаннан кейін сөйтіп Арал дейма, сол жердің больницасына жатқанда сол жерде біреу айтыпты. Бақтыгүл деген. Білмеймін, енді мына жерде көріп тұрсаңыздар маған комментарға жазыңыздаршы. Мен Бақтыгүлмін, мен сізден жазылдым. Злокачественный 4-й стадия омырау рак дегені шамасы әлі іріп шірмеген шығар. В общем, бір қатты опықылдар болып келгенде мен айтамын ғой, ылғайда жіп кетіп жатады, жазылып кетеді деп. Оны бір туысқаны екеуі келіп оқып, бізден 8 күн сабақ алып, үйіне барып тоже 3-4 айда толыққан, айыққан екен. Сол кісі жаңа орақ деген кісіні бізге жіберіпті. Енді мен жаңа ол кісіге әбден түсіндірдім. Осындай өздеріңіз сабақ тыңдап, енді андай диагноз қойса, біз емдеп сізге дәрете бермейміз ешқандай. Тек оқып алып, өздеріңіз мына кісіге мен договорға қол қойдырдым, мен дәрете бермеймін. Өздеріңіз оқып алғандар, өздерің байқаңдар деді. Дұрыс па? Қазір мен 100% айығып, аға 20 килограмм, ана 20 килограмм айығып. Сол сияқты жаңағы кісіге де сөйтіп кеңес беріп жібердік. Жаңағы
қасындағы бауыры інісі бәрі түсініп отыр, үйге барып ақылдасамыз деп кетті ме? Иә, дұрыс. Сондай болды. Келеміз деп кетті. Сондай. Сосын ана жолы Ақмарал деп біреуге тапсырып алған, цирроз печени. Іші ісіп, аяғы ісіп кетті. Содан кейін мен айттым, енді өте ауыр науқас, қазір емге де жарамай зорға жүр. Содан үйге барып осылай күтім жасаңыз. Ол кісілер де қазір үйде күтім жасап әжептәуір іші бәрі кішірейді. Сонда ауру маңызды сөз, тыңдаңыздар. Ауру ол атымен ауру. Атымен ауру, иә. Мына науқастар аурудың атымен ауру. Бізде көмек беретін, мейлі медицина болсын, мейлі қандай, біз сияқты балама емдерге де кішкене көңіл бөлу керек. Жалпы біз медицина барғанда, медицина сіздің ауырып тұрған дәрежеңізге, яғни симптомыңызға қарап, аппараттан не көрінеді, әйнектен не көрінеді, соның бәрін қорытындылайды да, диагноз қояды, сосын протокол бойынша назначение береді. Енді сол диагноз мына кісілердің санасына құйылғаннан кейін, бұл кісілер сол аурудың атын көтеріп алып, мен осындай аурумен ауырамын деп, мысалы цирроз печени болса, мен цирроз печеньмен ауырамын деп, күндіз түні уайымға түсіп кетеді. Ал ол кісілер нәтижемен күресіп, нәтижеден нәтиже шықпайды. Біз не деп жүрміз? Біз айтамыз, себебімен күресіңдер, аурудың себебі жылу қуат кеткен емес, жылу қуатын күшейтіңдер адамның организмі сондай ақылды, өзін-өзі емдеп жібереді. Ол организм өзін-өзі емдеу үшін де әрине сырттай көмекке жүгіну керек. Бірақ қандай көмекке жүгінесіз? Дұрыс бағыттағы көмек бар. Керісінше сенің ауруыңды асқындыртып, иммунитетің қуатыңды одан арман жоғалтатын көмек бар. Ол мына жерде өлім мен өмірдің таңдауы. Сондықтан дұрыс таңдап жасау үшін адам денсаулық сауатты ояту керек, ашу керек, жоғарылату керек, оны білу керек, дұрыс па? Сондықтан қазір бұл кісілер алғашында сабақ бойынша түсінбейді, бірақ оққан-тоққанымызды тәжірибе арқылы науқасты арқа тұтып, науқасты ұстаз тұтып, ақырын тәжірибелі жинап, қазір қанша халықты емдеп жұрттың батасын алып жатыр. Міне. Біздің мақсатымыз қазақ елімізді ауырмайтын ел қылып жасау. Мен осындай кер байланысқа шығып, гүлін алып, бір шөкім гүлін әкеліп, маған рахмет айтқызып, мен жүрегім жарылайын деп отыр, шын айтамын. Маған керегі осы. Мен мына кісілерді реклама жасап отырмын. Тұс-тұста менің оқушыларым жетеді. Бәріміз жұдырықтай болып жұмылып, қазақ еліміздің болашағын жақсартуға тамшыдай болса, үлесімізді қосайық. Біреуді емдемесеңіздер де, әр қазақ өз отбасында өзін-өзі емдеп алса, көп шығындар болмай, ауруды одан арман асқындырмай, қорқыныш үрейге кетіп қалмай, артық еммен өздеріңізді одан бетер құртып, жаңағы азапты арқалап, өзі трагедия өз қолдарыңыздан жасамай, өмірді жақсы барып жүруге болады. Мына кісі жасап кетті кәдімгі. Мына кісі бетіндегі кісі бәрі жоқ қазір қараңыз. Қарбызды күнде қарбыз жеп, бет аузы бәрі ісіп кеткен ғой. Мына жерде айта кетейін. Өте ауыр науқас, үйлеріңізде егер қандай емге барыңыз, аты шыққанның бәрі керемет деп ойламаңыздар. Қандай емге барсаңыздар да әсіреп жүрдіңіздер ма, қарбыз, қауын фруктыға мүлдем жоламаңыздар. Оны атам қазақ баяғысында айтқан ол суықтық деп. Осыны айта кетейін. Бір екінші дұрыс бағытта таңдау жасаңыздар. Аллаға шүкір, қазір бүкіл қазақ уже біліп жатыр. Осындай оқыту орталығы бар екен. Менікі сауықтыру ғой. Сауықтыру болғанда мен емді жауапкершілікті мен ақырында басымнан атыстайын деп тұрмын. Мен тек оқуға көшейін деп отырмын, оқуға. Міне мына кісілерді оқытсам өздеріне емдеп, қанша адам емдеп жатыр. Мен бір өзім құр адамды емдеп, одан кейін оқыту маған ауыр болып жатыр. Менің шашым, мен байқасаңыздар, қанша пайыз ағады? 50% ағаған ғой. 50% ағады. Мен бұдай боямайын деп шештім. Ақ шаш тұрсын болса, ақ шаш болсын. Түрім жаман болса, жаман болсын. Шашым бояп та шыға беремін. Мүмкін таңертең бетім жумай да эфирге шыға беремін. Мен уақытым жоқ өзімді жасап, сәндеп сіздердің алдыңызда меулап отыруға. Мен сахнада шығып жүрген жұлдыз емеспін. Мен қалай бармын, осылаймын. Бірақ мен инстаграмда тұрмын, осы түрім әдемі сияқты. Оны қызық болса айтпақшы. Мен негізі қазір өзі ауданнан емдеп жатырмын, жүрген жерде тұрсын көріп, қарындасым өзінде кішкентай бұл кісі мейлі. Мен өзім ұстазым мақтан етемін бұл кісіне, ұстазым менің дейді. Мен ұстазым, мен осы, мысалы Тұрсынкүл ханымның ұстазының арқасында мен өмірім алға деген, өмірім құлшынышым артты. Өмірдің мәнін таптыңыз, ең басты сауапты іс жасап жасыз. Оның үстіне сосын мен азында ерте тұрамын, сағат 5-те тұрамын, 2 сағат, 2,5 сағат жаттығу жасаймын. Тым көптеу, кішкене азайтып, 1 сағат жет. Сосын күнде 2 мезгіл тамақ ішемін. Азын соң 7 мен 9-ның арасында.
кешкі сағат сол 2 мен 4-5 арасында бургалаге тамақ ішпейді. Иә. Негізінде су ішеміз. үш уақыт тамақ қатып қалған ол емес, адам организмін тыңдау керек. Ол енді ақыры Гуглдан қарасаңыздар, зерттесеңіздер, ол үш уақыт тамақ қатып қалды, ол просто адам миына идеология құйып тастаған. Негізі мен Америкада бір кісіні білемін, 42 жаста, сол 42 жасында сол қалпында қалып қойған 18 жыл бір уақытқа тамақ жеген. Яғни стейк, жаңағы сиырдың осы бір жақтан етіп, ары бері пісіріп, чала пісіріп жей береді. Сол кісі етпен ғана қоректенеді, бір уақытқа не. Ол да нормально өмір сүреді. Сондықтан қатып қалған режим жоқ. Мына кісі қазір 2 сағат жаттығу жасайды, 2 уақыт тамақ жейді, өзін жақсы сезінсе, жалғастыра берсін. Егер бір күні әлсіреп жатсаңыз, жаттығу тым сізге нагрузка беріп жатса, неге азайтпасқа? Өзіңіз тыңдайсыз, иә? Қатып қалған режим жоқ. Иә, адам өзі жақсы. Жаңа әлем жайлы айтып ғой. Не деймін? Инстаграмда түр жаман. Жаңа Инстаграмын берді ғой сіздің. Бір Түркістаннан бір кісілер келді, осындай. Мынаны тыңдаңызшы, сөйтіп әдемілеп тамағымызды түзеп, мына ішетін нәрселерді ішіп барып келіңіз маған деп алдын ала. Мынаны түзеп келіңіздер, иә. Иә, сөйтсе келіп маған бүйтіп, сіз құсап киініп алған. Тұрсынкүл ханым, сіз ба деп қой. Ой, сөйтсе, жоқ, кісі басқа ғой деп ашып алдым. Екеуіңіз ұқсай еместер ғой деп. Күліп жатыр ғой. Тұрсынкүл ханым, сіз ба деп. Солай, өзім қатты қуанып, нетіп отырмын. Бізден жазып кеткен кісілер қаншамасы келіп осылай қайтадан келіп қалпына да енді жүрген осылай айықтым деп бөліспейді ғой көп адам. Қазір мысалы жаңа ғана Орақ деген кісіден естідім. Бақтыгүл деген біреу Омырауырақтан айығып кетті злокачествомен. Айығып кетті. Жақында бір жақыным дейін дедім, злокачество өспей 5-6 жылдың алдында злокачество өспей деп диагноз қойып, сосын химия алмай, алмасты білесіздер ғой. Халық еліне барып алмаспен күйдіріп тамырын үзгізген екен. Ол осы 5-6 жылдан қайтадан жұмыртқадай ол көп оңгір фиолетовый злокачество өспей тамырланып кетті. Сонда өспемен шықты. Бүгін 20-шы күн болды. Иә, 20-шы күн болды, даже 17-ші күн. Өспені заставить етіп, қуатпен күшейтіп, шығарып, жұмыртқадай көйтіп, одан оның ішіндегі лактозасын бәрін сығып жіберіп, қазір өспе қайтадан бөденен жұмыртқасында кішірейіп берді. Күннен күнге жақсарып, ол кісінде қуаты күшейіп жақсарып берді. Сол барысында мен 17 жыл бір перекс немесе бір спирт ештеңе қолданған емеспіз. Жай салфеткемен, имбирмен, осы себет нүктемен 100% айықтырып келе жатырмыз. Құдай қаласа, онда сіздермен бөлісетін болады. Негізі бүгін эфир жүргізетін күн болған сұрақ-жауап. Қазір мен бір жұмыстарым бар, соған шығып кететін шығармын. Сұрақ-жауапты мүмкін ертең жүргіземіз ба, білмеймін, или бүгін кешір тағы шығар. Сосын мынау. Мына туралы айтайын. Иә. Жировик дейді ғой, жировик. Әшейін жировик қой. Иә. Соны операция жасатайын айтқан. Сас көрсеңізші. Осыған жазады, бәрінің аузы шықты өзінен өзі. Аузы шықты ешқандай. Мойнында сасыған дүние шығады. Иә, соны айтады. Ойбой. Аяқпен келген қаншама. Себетті нүктенің емшілері менен оқып кеткен. Енді Алланың қалауымен негізін қалап отырмыз ғой енді біз. Осыдан тараған осындай оқушылар қанша менің көрген бәрін көріп отыр бұл кісілер. Мен бір кісінің мына жерде жыра деген жаңа массаж жасап бір аптадан ауыз шыққанда, бүйтіп қысқа қалғанда, атқылағанда 1 метрдей атқылады. Сол комнатадағы сасық 2 күн тұрды менің емханамда. Не көрмедік біз? Ірін шашымеден шашырап кеткен күндер болады. Бүкіл кілембеден шашырап кеткен күндер болады. Оның бәрін көресіздер қалай. Сондықтан құрметті халқым, шын айтам, шын жүрекпен мен қазір жылағым келді, шын айтам. Осы кісілер сияқты оқып алып, жұрт демемесеңіздер қайта өздеріңіз отбасыларыңызды аман алып қалып, қатерлі емдерге бармай, дұрыс бағытта таңдау жасап, аурудың алдын алып, жақсы қартаю, ақ өлім, денсаулық ең бірінші байлық қой. Денің сау болса бәрі болады. Осының бәрі өз қолдарыңызда. Шынымен келіп оқыңыздар, басқа ештеңе айтпаймын. Оқыңыздар, оқып алғаннан кейін өздеріңіз күшті алып жүрсіздер. Өмір жеңіл, керемет көрсетеді. Одан кейін бір күні осы жақын арада кішкентай қыз жаңа вирус ауырып қалды. 2 күн тұрмай, тұрды десе ішпеймін. Сосын 3-ші күні ораз жүрсейді, тұрғызайын десе аяғын басамайды. Аяғын вообще жерге қойса шығыңғырады. Қолдары бейт қалды да аяғын. Ой, деп екеуміз қорқып кеттік, көрсетіп шақтар. Көрсетуге жасап, адамның бәрін атымен жасадық, кемеңдер деді, бәріне. Сөйттік дағы
екеумізмен алысып кеттік. Жылыттық, иіндер бердік, сопаладық, жаңағы массаж жасадық. Неше күнде аяқтың? 2 күн. 2 күнде аяқтан аяқтың. 2 кішкентай бала ғой, 2 күнде ақтай болып тұрып. Егер білмейтін біреу болса, сондай жағдайда больницаға барса, сахары көтерді, либо бала бүйрек істемей қалды, либо бірдеңе деп антибиотик салды, аға берсе болады. Міне мысалы, қызым келген дәрет көрсе, қызы қып-қызыл ғой дәрет. Не үшін апармайсың дейді қызымда да қызы. Апарсаңыз больницаға. Дәреті де қып-қызыл. Мен айтамын, қазір анализден дұрыс шықпайды ғой, бұл ауырып тұр. Ауырып тұрғанда анализден дұрыс шықпайды. Анализге қарап дальше емдейді. Иә, сосын емдейді. Ойбай, мына анализ мынандай екен, ал емдеу басталады сосын дейді. Ал мынадай дәрі береді. Иә, өзім емдеп аламын қойдым да, қолымнан кетті. Жақсы, рахмет сіздерге. Осылай халыққа көмектесіп жүргеніңіздер. Айгүл жасарып кеткен. Мына кісі де красавчик, әрине, молодец. Ең бастысы өзіңіз аурудан айықтыңыз, еще жұртқа көмектесіп жүрсіз. Қандай бақыт бе? Керемет қайын жұрттың арасынан. Иә, вообще бүйтеді ғой. Өмір тамаша. Бұрын немен айналысушы едіңіздер? Біз негізі магазинде істейміз. Қазір магазин бар ма? Ода істеп тұрмын. Бала істеп жатыр. Бала істеп Оны тұрмын. бәрі өткізе салды. Өздеріңіз емші кетті. Ол емші Мына кісі өте ауыр науқас болып ауырып келіп бізден оқып, өздері емші болып қанша адамды сенесіз бе? Адеке сіз емдедіңіз ба Насына? Келіңізші бер. Үлкен дәретке, жаңа үлкен дәретті жоқ қыла береді деген адам деп жатыр ғой, енді біз емдегенбіз. Сол кісі айтады, Айгүл дейді қасыма келіп. Үлкен дәреттің қызым ұрсады дейді, 10 минут бұрын барсаңыз қойып дейді. Оны тоқтамайды үлкен дәрет? Иә. Үлкен дәреті тоқтамайтын кісіні емдеп жазып жетті. Бірінші ауыр науқас қабылдадық қой біз. Бірінші ауыр науқас қабылдадық. Бізде ортақта болған бізде жібек ба бір мастеріміз емдеген үлкен дәрет ұстамайтын 9 жасқа, 19 жасқа баланы емдеген 100% айтқан. Адекекемен артына тұрғанбыз. Міне мына кісіні емдеген мастерім Ардақ мырза. Мына кісі қандай болып керек қазір олар? Жасап кетті. Білесің ғой, печень рак деп диагноз қойып келген, көкілдеп, қарымыз қауын жеп сынып, әзіліп келген ғой білесің. Есіңде былтыр жақсы халқым, ондай болса аман болайық, жұрттың бәріне осы эфирді таратыңыздар. Бұл не енді қандай, бұл не нәрсе деп бірінші түсінбей жатқан кісілер болса түсіндіре кетейін. Бұл өзі бүкіл әлемде болып жатқан ем. Жанжаухан деген кісі менің ұстазым, осы емді ойлап тапқан өзінің омырау, әйелі омырауырақ болып, соны әртүрлі еммен көреді ғой, жаңағы ресми медицинаға қытаймен нәтиже шықпағаннан кейін өзі байқап көреді өзі. Сөйтіп әйелінің денесінен ерекше нүктелер тапқан, одан кейін әйелінің ерекше күтіммен 7 күннің өмірін оңайға сол әйелінің денесінен нүкте тапқан нүктемен жұрттың бәрін емдеп 5 жылда өте көп нәтиже көргеннен кейін теория жазып, кемелденген медицина болып шығады қазір. Қазір 25 жыл болды әлемде таратқаны. Уже теориясы бар, практикасы бар, үлкен медицина. Осы медицинаны мен де Құдайдың қалауы, мен де ауырдым, жылудық, асқазаннан. Сөйтіп ауырып жүріп ем таппай жүрген кезде осыны көріп қалдым да, біреу маған айтты. Сөйтіп осыны көріп қалып толыққан зерттеп 2017 қолға алған. 2017 қолға алып, міне қазір 8-9 жыл болды. 5000-нан аса оқушы оқытты, міне сол мына кісілер 78 шағын оқытты. Енді емделіп жатқан науқастың саны жоқ, оның бәрін статистика жүргізбейміз, қажет емес. Ең бастысы қазағымыз ауырмасын, қазағымыз қиналмасын, ұрпағымыз аман болсын, қазақ елімізді ауырмайтын ел қылып жасаймыз деген мақсатпен айда давай деп күндіз-түн тынбай жұмыс жасап жүрміз. Шаш деген ағарып кеткен, бет деген әжім-әжім, салбырап кеткен. Өлген шағымызда, өмір-ай айтып, дүрлетіп бірдеңе істеп қалдық. Адам үшін, пенде үшін. Алланың бір есімі халық қой, халықты сүйдік қой. Біз Құдайды ұлықтау жұмыс істеп жатырмыз, Құдайды ұлықтау. Алла тағала біз адамзатты өзін-өзі емдеп жіберетіндей қылып шеберлікпен жаратқан. Біз соны дәлелдеп жатырмыз. Сондықтан мен ылғи айтқан, біз Құдайды ұлықтау жұмыс істеп жатырмыз. Дұрыс па? Иә, оны менің өзім пациенттерді айтады. Кереметсіздер дейді ғой. Кереметсіздер, күшті. Жақсы, аман болыңыздар. Сіздер жақсы көреміз, да, өзімді жақсы көремін дейді. Аман болыңыздар. Болды, шыққан ата, мен өзім Қалай